бір жасқа жүгіріп келіп Нұрлан аға сізбен суретке түсіп алуға бола ма? Менің мамам сізді жаман жақсы көреді дейді. Сен ше десем жоқ деп қояды. Жалпы Нұреке деп жазып жіберіпті біреу, сізде ми бар ма деп жазып жіберіпті біреу. Содан кейін жазып жібердім, мен келіп тексеріп кетсейші дедім да мен. Бір күн біреу жазып жіберіпті маған, сіз маған вообще ұнамайсыз деп. Мен айттым, саған ұнау үшін мен не істеуім керек сонда? Біздің мысалы өлгім келгенде кездер болады ғой. Мына жерден шаң болып төбелесіп жатады. Ұратын адам көреді да сүңгіп кетіп шаңның ішінен көрінбей барып ұрып қайтып орнына келіп шығып көріп алатын уақыт қой ол. Көз іліп алайыншы дедім. Сөйтіп ең артына барып жатып едім. Әкем былай келіп тұр ғой көз алдыма. Артық салмақтан арылам десеңіздер, және күшті болам десеңіздер, мынау Energy Crossfight деген өнімді пайдаланыңыздар. Салмақты тез тастауға көмектеседі және күш-қуатты арттырып, кәдімгідей мықты боласыз. Мен өз басым бір аптаның ішінде 4 килограмм тастадым, 20 күннің ішінде 7 килограмм тастадым. Осы өнімді пайдалану арқылы. Ешқандай зияны жоқ, таза, табиғи өнімдерден жасалған, өзіміздің қарапайым шөптерден, әртүрлі дәрумендерден жасалған керемет өнім. Баршаларыңызға кеңес беремін. Ассалаумағалейкум. Біздің жағың сынса да сағың сынбасын атты подкастымыздың көрермендері. Сіздерге осындай подкасттар түсіру үшін бар амалдарымызды жасап жатырмыз. Танымал тұлғаларды, елімізге қызмет етіп жүрген ағаларымызды шақырудамыз. Сіздер лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біз үшін ол өте маңызды. Тіркеліп қойсаңыздар тіпті жақсы болады. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстанның эстрада жұлдызы, Қазақстанның белгілі тұлғасы Нұрлан Еспанов ағамыз келіп отыр. Нұрлан аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Тұлға деп сыйлап шақырғандарыңа көп рахмет негізі. Айдос, мен қуаныштымын ғой. Бұндай бағдарламалар негізі елге қазіргі таңда керек. Шабыт сыйлаймыз, қызықты болады деп ойлаймын өзім. Алла қаласа аға. Қалыңыз қалай жалпы? Содан қал жағдай сұрасудан бастасақ. Үнемі көңілді жүретініңізді білеміз, бірақ негізі Айдос, сен подкастқа шақырғанда мен ойладым, шлем киіп келейін бе, не істейін деп кеше айтып едім ғой, менде пойыз жоқ деп. Бірақ менде енді әңгіме бар, кішкене айтатын. Мен қуана келдім. Енді Айдос, кешірім сұраймын. Бұның алдында түсіретін болып ек, мен белгілі бір себептермен келе алмай қалдым. Шетелдерге шығып кеттім. Кішкене үйдегілерді демалдыру керек болды. Бір белгілі бір себеп болды да оған. Бірақ енді мен ойлап жүрдім. Мен жалпы сондай адам, біреуге уәде берсем ойланып жүремін да. Соң енді бүгін енді Айдостың кішкене әйтеуір сұрақтар қандай болады екен, жағымызда сағымызда сынып кетпей ма деп келдік қой. Жоқ, сұрақтар аға сол қарапайым сұрақтар ғой. Біздікі енді біз журналист емес, біз азын-аулақ орталарда болғанымыз бар, сөйлесе аламыз. Сол өзіңізге құрметтеп шақырып жатырмын, өзіңізді жалпы құрметтеймін. Үнемі көңілді жүретініңізге риза боламын, жалпы. Бір энергетикаңыз тасып жүреді, шыны керек. Оның сыры неде? Соны айтыңызшы. Негізі көңіл жүруші өте қиын. Мен мысалы осы көңілім қай уақытта көтеріледі, қай уақытта түседі деп көбісі сұрап жатады да менен. Енді бірақ енді біздің де мұңаятын сәттеріміз болады, бірақ біздің мұңаятын сәттеріміз керек емес деп ойлаймын да халыққа. Мысалы сен кітап жаздың ғой. Иә, мысалы мен кітаптың тұсаукесерінде болдым, өзім Айдос өзіңмен жақын таныстым, көрдім. Енді мен де журналист емеспін ғой, жалпы біздің әңгіме әдемі болайын деп тұр да енді. Мен осындай әңгімені өзім жақсы көремін. Жай ғана отырып, еркін форматта бір сөйлескенше. Негізі жыл 12 ай көңіл жүру оңай емес. Мен жігіттерге айтамын да, негізі көңілсіз жүргенін көрсетіп қоятындар көп қой. Сол себепті мен көбінесе айтып жүремін, менің мұңайғаным кімге керек? Мен жалпы бала кезден өсіп қуаныш сыйлап үйренген адаммын да, маған әжем айтатын. Бұрын соңды, Нұрке көңіл жүре берші, Тұрлантай көңіл жүре берші, саған сол жарасады деп. Бұрын соңды енді мен ресторан төңірегінде көп жұмыс істедім ғой. Сонда ресторанның басшылары да айтатын. Сендер және клиенттер келгенде, және біз көбінесе халықпен жұмыс жасаймыз ғой. Біз тек қана халықтың алдындамыз ғой. Сол себепті әрдайым біздің ұстаздар бізге айтып жүретін. Әрдайым күліп жүріңдер, күліп қарсы алып алыңдар. Ұрсып тұрса да күліп тұрыңдар. Шығарып салғанда да күліп шығарып салыңдар деп. Сол қасиетті қалай сіңіре білдіңіз сіз? Ол оңай емес қой. Ол туылғаннан біткен қасиет ау, жалпы. Қанмен де келген өмір сүру принципіне де байланысты дейсіз ғой? Иә, мен жоқ, әкем көңілді тұғын мен. Әкем барлық аспапта ойнайтын, өзі спортқа жақын азамат еді. Сол себепті күліп жүретін. Жолдастардың арасында көңіл жүргеннен кейін мен ортаға қарап өстім да. Біздің орта сондай болды. Жалпы білмеймін енді, менен тек қана әзіл күтеді,
кей кезде тойларға барып қаламын ғой, жүгіріп кіремін ғой, жаңағыдай өлеңді бірден айтып кетсем, Нұреке бір-екі әзіл айтпадың ба, бір-екі әзіл айтпадың ба дейді да. А мен енді ол енді әзіл сахнада айта алмаймын ғой негізі. Мен мысалы әзіл сахнада айта алмаймын. Менікі осы ортаның әзілі ғой. Айдос өзіңді көріп қалған кезде, ой Айдос не деген осындай деп айтпасам. Біздің кітаптың тұсаукесерінде сахнада айтып біраз күлдірдіңіз ғой. Или ол қатты үлкен сахна болмағаннан кейін ба? Жоқ, енді ол өзіміздің сахна ғой. Онда өзіміздің сахнада айтамын. Ал мен енді эфирге шығып, үлкен сахнаға шығып әзіл айтпаймын ғой жалпы. Мен әнші композитор болғаннан кейін, бірақ енді біздің ортаның өзі сондай. Әзілді көп айтады да. Сол себепті менікі әзіл емес жалпы, теңеу ғой. Теңеу. Біреудің костюмін көріп қалсам, біреудің жақсы жерін көріп қалсам, бірақ мен рұқсат сұраймын міндетті түрде. Түсіріп болғаннан кейін қақсына кірмеймін дейсіз ғой. Қақсына кірмеймін. Міндетті түрде түсіріп болғаннан кейін видеоны көрсетемін. Мына әзіл әдемі шықты деймін да. Салсам бола ма инста парақшаға? Салма десең салмай ақ қоя саламын деймін. Сал. Содан соң енді салып жатамын, бірақ елге ұнайды. Бірақ енді елге әзіл салып, өзіңнің бір жақсы бір видеоны салайын десең, ешкім көрмейді ғой, ешкім лайк баспайды ғой. Әзіл салсаң кетіп қалады, миллион, 2,5 миллион. Әбекеңе көп прикол ұстайсыз, иә? Әбекең енді досым ғой менің, ақыреттік досым ғой. Ол екеуміз ойнаймыз. Мені де әзіл ғой деп жазып қоямын. Әзіл ғой деп міндетті түрде. Енді Абайдың өзі сондайға жеткізеді ғой негізі мені. Сөйтеді Абайдың өзі монтаж жасайды ғой. Енді және керек емес жерлерін алып тастайды да. Жәндегі керек жерлерін қойып, өзі монтаж жасап, Нұреке мен жібердім, қабылдап қой дейді. Мен қабылдап қойым, елге ұнап жатады әйтеуір. Сол аға, мына жаңада өзіңіз айтып қалдыңыз, бір әңгімелер айтамын дегендей. Енді осы мен кез келген қонаққа, осы жағың сынса да сағың сынбасын деген атаудың өзі мотивациялық қой жалпы. Қарапайым халықтың көбі біле бермейді, мысалы халыққа танымал тұлғасыз. Қаншама танымал тұлғалар келіп жатыр осы жерге. И бәрінің басында проблема болған, бәрінің басында проблема бар қазірде. Бұған дейін болған, бұдан кейін де болады. Ол хақ қой, өмірдің заңдылығы ғой. Ақ пен қара дейді ғой жаңағы. Кез келген қонағыма қоятын сұрағым, сіздің басыңыздан өткен қиын сәт, қиын жағдай қандай болды? Енді қиын сәт көп енді. Қиын сәт барлығында бар ғой негізі. Барлығы жасырады ғой. Бұрын соңында әжем айтушы еді маған, барлығында бір ауру бар ғой, бірақ жасырады деп та. Айтылатын проблема болады, айтылмайтын проблема болады деп та. Енді отбасындағы проблемаға мен көп енді тоқталып өтпеймін да. Көбінесе айтпаймын. Басымда проблема болды. Өз басыңыз. Қайбір жылдары енді бұрын соңында келіншегім ауырды менің. Қатты ауырды келіншегім. Сондай белгілі бір себептермен ауырып қалды. Содан мен апармаған жерім қалмады. Кореяға да апардым, басқа жаққа да апардым. Енді Аллахтың көмегімен Құдайға шүкір Кореяға барып жақсы результаттар естіп, ойбай-ау сіздердікі осындай ғой дегеннен кейін маған Корея бір кішкене қуаныш сыйлады, үміт сыйлады. Мен қорықтым, енді келіншегім өліп қала ма деп те қорықтым, ары жүгірдім, бері жүгірдім. Содан мен 6 жыл депрессияда жүрдім. 6 жыл. 6 жыл бойы мен Инстаграм парақшама еш нәрсе салған жоқпын. Ешкімге жауап берген жоқпын. Енді бір жыл өтіп кетті. 6 жылда еш нәрсе салмай, ешкімге көрінбей, достармен араласып та қойдым ғой. Бір күні қарасам, бұл өнер деген, спорт деген мынандай нәрсе ғой негізі. Әлеуметтік тұрмысыңды торлайын десең, творчествоңға алып кетеді артта. Творчествоңды тартайын десең, әлеуметтік тұрмысың артта қалып кетеді. Оны екеуін бірдей ұстап жүре алмайсың. Мынау айтады ғой. Қандай энергичный, мен сияқты энергичный болсаң да ондай бола алмайсың. Қандай энергичный болсаң да. Мысалы сен достың көңілін сұрамасаң, достан айырыласың ғой енді. Доссыз өмір бос деп жатады. Кей кезде бүйтіп ойлаймын, қазір достың да досы бар. Кей кезде мен ойлаймын да, бұрын соңды енді достарды мен жалпы іріктеген адам емеспін. Қандай дос бар, солай араласып жүре берген ғой. Мен басыма проблема түскен кезде білдім ғой соны. Нағыз достар іріктеліп шықты да өзі. Іріктеліп шықты. Бірақ көмектескісі келген адамдар да ішінде болды, бірақ өздерінде еш нәрсе жоқ та. Сөз көмек дегеннің өзі жақсы екен да. Сол себепті келіп кетіп айтқан достар да болды. Бірақ көрінбей кеткен достар да болды. Олар не қыламыз айтып, оны барлығы біледі ғой енді. Негативке кішкене бет бұра бермейік дегенім ғой. Бірақ енді келіншегім қатты ауырды. Мысалы бір күнде пәленбай келе тастап қойды. Сонымен мен бірден жәндегі өзіміздің үлкен әпкеміз бар еді, соған барып жәндегі Кореяға барайық деп, аяқ асты Кореяға шығып кеттік. Барып жақсы жәндегі жақсы врачтарға жолығып, жақсы адамдармен жолығып, жақсы информация алғаннан кейін көңілді болып қайтқан жайымыз бар. Енді Аллаға шүкір қазір депрессиядан шықтым. 6 жылда ешкіммен хабарласпай кеттім. Ешкімге жазбадым, араласпадым да 6 жыл. Сонда тойға барам, тойға барып өлең айтып тұрған кезде түс көргендей болып тұрамын ғой. Тойды көрмеймін мен. Қанша тойға барғанымды білдірмейсіз бірақ. Білдірмеймін бірақ. Күліп жүр, түрім күліп жүр, бірақ қайға кіріп шыққан жан дүниеңіз өртеніп жүр. Мұңға батып қалған. Қиын.
сол себепті депрессия деген қиын екен. Мына ойдың бар ғой белгілі бір. Айдос, мысалы өзіңде де болады ғой сенің. Мен бір жыл аға, міне сөзіңізді бөлейін, сөзіңіз аузыңызда. 2022 жылдың соңында жеңіліске ұшырадым ғой. Мен білдім оны. 2023 жыл менде полный депрессия болды да, бір жыл. Бір жыл кетті, мен қазір Аллаға шүкір, мен уже былай орысша айтқанда принял дейді ғой. Бәрін как есть принял. Айдос, мен сені қолдаймын да, бірақ сен шығып жеңілдің ғой. Шықпай жеңілген жаман. Түсіндің ба? Оның әшіданын тату керек. Өмір деген ол жеңістен тұра бермейді. Бір жеңіліс болады. Айтады ғой. Мен соған көзім жетті. Бұрын соңды мен бар ғой, көңілмен, оймен жеңілмей кетедімін. Күліп барлығын кешіріп, былай қоя сап, қойшы енді, мүмкін солай жасағысы келген шығар деп. Мен де жаңағыдегі осы бағдарламаға келгенім, мысалы, жағынсынса да сағың сынбасын деп тұрсың ғой. Адамның жағы сынатын да уақыт болады, сағы сынатын да уақыт болады. Достарың көп болса, бұрын соңды айтушы еді ғой, ұяттан адам өлмейді деп. Негізі достарың көп болса өлмейсің, а достарың жоқ болса өліп қаласың негізі. Сол оймен жалғыз қалып кетсең. Бұл депрессия деген бар ғой, мен зерттедім ғой бұны. Айдос, өзіңнің ойымен жеке қалып кетсең, мысалы ше, сосын ойдың қамауына түсіп қалсаң қиын екен да. Қиын. Мына бұрын соңды мен өзім зерттегем. Бұл өмір бақи клеткада өлең айтса, иә, қартайғанда клетканы ашып қойсаң, шығарып жіберсең, кешке таман қайтадан клеткаға кіріп алады екен да. Сол себебі сол клеткадан алып кететін достар керек та бізді. Ары қарай, қоя салшы, не болды саған деп айтатын. Мен жаман болдым, Айдос, сені түсіндім мен. Сол кезде, сол уақыттарда мен бір-екі рет әңгіме қылдым өзіңді. Айдос, не болып жатыр екен? Бір хабарласып қою керек еді деп. Енді ол басты сағың сынған жоқ қой. Иә. Мысалы айтады ғой, тұрасың қайтадан. Тұрасың. Мен қарап отырсаңыз, Нұрлан Еспанов ағамызға мен сұхбат беріп отырмын дейсіз ғой. Жоқ, мен қанша рет құлап, қанша рет тұрдым да, мен осы бағдарламаға келгенде сол. Мысалы екеуміз Айдос бір уақытта бір мұңдас болдық та. Мысалы сен де ол және есікке кіріп шықтың да. Сол себепті мен өзім ойлаймын, мысалы күліп жүре береміз ғой. Мен соның өзін сол кезде мұңда жүріп, мысалы жоқ болып кеткен болатын мен. Азып, түнеріп ше, соның өзінде күлкіге айналдырып жүрдім ғой мен. Күлкімен алып шығып кеттім ғой. Қасымда бір жақсы достарым болды, Нұреке, не қыласың деп. Көңілді жүрудің бір несі ғой бұл, белгісі ғой. Көңілді жүру керек, жалпы сіздің ұстанымыңыз сол ғой, байқаған. Ұстанымым сол, мен тек қана көңілді жүруім керек. Болды. Маған айтады, комментарияда жазады ғой маған, кей кезде Айдос оқып отырсың ғой өзіңше. Мен көрермендерге айтып кетейінші, ойдың қамауына түсіп қалмаңыздар. Ойдың қамауынан шығу өте қиын. Біздің мысалы өлгім келгенде кездер болады ғой. Түңіліп кеткен кезде бар ғой. Аузубилля, анау адам айтады ғой, ойға берілген кезде жалғыз қалмау керек дейді ғой. Жалғыз қалып кеткен кезде аузубилля, шайтан жаңағы сол моментті пайдаланып кетеді екен да. Мен де сол кезде, мен дәл сол уақытта мен өзім намазға келдім да, аузубилля деп намазға келдім. Содан әйтеуір үлкен достарым болды менің, имам достарым болды. Сол кісілердің барлығы түсіндіріп жайлап айтты ғой. Нұреке, бұл өтеді де кетеді, Нұреке. Сіз уайымдамаңыз, бәріміз бұл өмірге қонақпыз. Алла тағалам сіздің амал кітабыңызды бастан аяғына дейін жазып қойған. Сіз қай жерде қателесетініңізді барлығын біледі. Бұл деген оңай сынақ қой. Мысалы, сіз бұл ойдың ішінде қалып кетпейсіз, міндетті түрде шығасыз деп мені алып шықты да, жалпы енді. Сол себепті енді кеше мен спортты көп көремін да өзім. Спортты, боксты да көп көремін. Кеше мен негізі мынау Украинаның боксерларының біраз жетістігі қуантып жатыр ғой енді. Усиктің, мысалы, Ломаченконы да білеміз, мысалы, Кличколарды да білеміз, қандай жетістікке жетіп жатқан. Мен өзім Украинада бірнеше рет болдым. Енді Украинаны көрдім, ол Европаға жақындау ғой. Мысалы, адамның бір жетістікке жету үшін арманы болу керек екен. Арман жоқ адам Құдайдан не сұрайды деп ойлаймын да мен кей кезде ше. Мысалы, Құдайдан бір нәрсе сұрау үшін де рикошетом сұрау керек қой. Мысалы, Алла тағалам ісіме береке берші. Мысалы, ішіме табыс берші. Мінекей осындай деп. Бұлардың енді арманы дұрыс болған да. Мен кей кезде бұрын соңды көп араластым өзің сияқты. Спортта жүрген азаматтармен. Сіз қателеспесем, аға өзіңіз де бокспен айналысыпсыз. Мен енді қателеспесем, спорт шебері атағында орындағансыз. Соны айтпай қойыншы дегенім ғой, мен белгілі бір себептермен бір ауыр. Мен оның негізінде сырттан естіп қалдым да, енді өз аузыңыздан естігім келіп жүреді, соны сұрақ эфирде сұрау бұйырып тұр ғой. Ауруға байланысты мен кішкене бір сырқаттанып қалдым да, бірақ қоймайтын едім. Сонда маған анам айтты, Нұреке, қой, болды, Нұрланжан, айналайын, саған болмайды деді. Негізі 3 рет сары ауру болса адам өліп қалады екен ғой. Содан мен жаңағыдегі сары ауру болып қап, және секіресің, қайттан сары ауру болып қаласың, спортқа деген өте бір құштарлық күшті болды. Қанша жыл айналысқан дедіңіз? Көп жыл айналыстым мен өзім. Сол себепті мен өзім ешкім ойламайды, сіз мына көріп отырған көрермендер. Мен мысалы сыртыңыздан естіген кезде мен таңғалдым. Нұрлан ағам боксер болған ба? Спорт шебері? Таңғалғам мен. Мен енді көптеген жарыстарға шықтым енді. Жеңімпаз атандым. Менің бір жолым болып тұратын негізше. Менің белгілі бір себептермен қарапайымдылықта деген осы шығар аға.
менің қарсыластарым белгілі бір себеппен шыға алмай қала беретін ғой рингке. Қарсыластарым. Мен полуфиналға былай өтіп кеткен кездерім де болды, Жолы болып спортшы болдым дейсіз ғой. келмей қалып та. Сонымен енді мен ойлаймын, ол қазіргі спортшылар бақытты ғой. Біздің уақытымызда еш шлем жоқ, екі кафы жоқ. Мысалы спорттық киімдер де жоқ қой біздің уақытымызда. Кета киіп аламыз енді әкеміздің жәніндегі. Айтпай қой енді ұяттау болар. Енді жәніндегі барамызда құр денемен шыға беретін ек қой. Және перчатканы өрсең үзіліп кеткен ішін бәрі аттыңғылы мешок тұра беріп мына жерге жиналып қалған ол. Дәулігі соншалықты қолмен көтеріп жүре алмайсың. Оны ашып көріп аласың анау қаяқта жүрген. Сөйтесің қолыңды лақтырған кезде сол перчаткамен бірге жүгіріп кетесің ғой ары қарай. Сонда анандай жылдам жәніндегі ударлар жоқ қой. Сонымен өзім ойлаймын да, сөйтіп белгілі бір себептермен қойып кеттім да, содан соң мен боксты қатты көре бастадым. Жалпы аға осы бокс мысалы енді сіз қойып кетсеңіз де бокстың сіздің өміріңізге берген пайдасы бар ғой. Пайдасы өте көп. Студент болып мен оқуға түскен кезде менде шашым ұзын болатын, және ресторан төңірегінде жұмыс істеп жүрген кезде білмей көп адам тиісіп қалатын. Ілініп қалатын дейсіз ба? Тиісіп қалады. Мен ешқашан андай қылмайтынмын, ұрыспайтынмын. Енді қатты мас болып келіп қалады, жаңағыдай жұлқып жібереді, көйлекті жыртып жібереді. Сол кезде бір кішкене көмегі болған кездері болды. Жақсы ше. Бірақ енді оны мақтанып та айта алмаймын. Енді бастысы біз енді таяқ жеген жақсы көреміз ғой, жалпы енді. Енді таяқ болғанда әртүрлі таяқ болады ғой, ойлап қалмаңыздар енді. Жұдырықтап біреу сабап жатыр екен деп. Әңгіменің таяғы болады, көңілдің таяғы болады, ойдың таяғы болады. Мен әр уақытта мысалы көбісі айтып жатады да маған. Айдос өзің енді сен шетелге көп шықтың ғой. Мен сен көптеген анау оқиғаларыңды естимін да. Мысалы сен Америкаға бардың, мысалы Лондонға бардың, мысалы Римде болып келдің кеше мен болған. Сонда мен айтамын да Нұреке неғып сыртқа шыға бересің дейді да. Мен айтамын адамның көзі көп көру керек. Сонда мида информация көп болады деймін да. Сол кезде ғана тілден дұрыс әңгіме шығады. Бір кітап оқығанмен тең дейді ғой. Бір шетелге шығып келген. Иә. Енді ол рас. Кәдімгі ой өрісің кеңейеді. Ана баяғыда бір қызық болған ғой. Айдос бір тойды білмеймін да мен. Мен аяқ асты алып кетті да, ақшаңды беремін деп. Ақша керек, квартплата төлеу керек, ол кезде шеттей бала-шаға Шымкентте тұрамын. Сол мені тойға кешігіп барған ғой. Мені тойға алып кеткен адам жоқ та менің қасымда. Енді қалып кетті да ол далада. Маған айтты аппаратты кіргізе бер деді да ішке қарай. Сөйтіп кіргізіп жатсам, әйелі кішкене енді көкбеттеу екен да. Көкбеттеу екен да ана әйел. Кіргеннен бұлар ақшасын алады да өстеді, кешігіп келеді деп адамның бәрі жиналып қойған ғой. Аппаратты кіргізіп жатырмын. Сөйтіп және мені шақырған бала кірді ғой ана жақтан. Сөйтіп енді тойдың жәндегі егесі жүгіріп келіп әңгімелесіп жатыр ғой. Анау кішкене төбелеске жақын жігіт еді, аппарат қойғанмен. Соған жүгіріп келіп жәндегі айтып жатыр ғой, ей, айналайындар ау, қаяқ жүрсіңдер, ей, той басталып кетті ғой, қаяқ жүрсіңдер десе, анау да айтпайды, көке қолыңды бұғының мүйізі ұқсатпай құрыс айтады. Бірақ сондай тойлар өзі жақсы өтеді да. Басы әші болса, аяғы жақсы болады. Сол айтып жатырмыз ғой. Бірақ енді мені сол музыкаға кетіп қалуыма да сол ауруым себеп болды. Анам сонда жетектеді да, маған жүр деді да, музыкаға берді ғой. Содан соң бір уақыттарда анам мен музыкадан алып кеткісі келді. Ол кездегі музыканттардың бәрі арақ ішеді, жаңағыдай той томалақта жүретін болған екен. Оның болашағы қай жылдары ол? Қай жылдары болғанда 90 жылдары, 89 криминал дейсіз ғой. Иә, соңында той төбелессіз бітпейтін ғой ол кезде. Ол кездегі тойлар ана ауылдағы ауылдың дастарханы есік алдында өтетін еді ғой. Мына жерден шаң болып төбелесіп жатады. Ұратын адам көреді да сүңгіп кетіп шаңның ішінен көрінбей барып қайтып орнына келіп шығып көріп алатын уақыт қой ол. Сонымен жаңағыдай анам мені шығарып алғысы келді. Мені көршім бар еді, Толик деген. Иә, анам жақсы таниды, ол повар болып жұмыс жасайтын. Шестерка машина дейді ғой, 6-лық Жигули. Сода ғана болатын екеуі. То мейрам болса, жаңағыдай площадьта палау жасайтын ғой. Сондай болды деп мені аспазшыға беріп жіберді ғой. Аспазшыға оқуға түсіріп жүргенге дейін. Аспазшы болдыңыз ба? Аспазшы бітірдім ғой мен, 4-ші разрядты поварды бітіріп шықтым Арыстың бірінші училищесінде. Сонымен барғаннан жаңылдегі ансамбль ойнадым, ішінде актовый залда, сонымен 3 жыл уақытым актовый залда өтті ғой. Бір уақыттарда тығылып ойнап келгендей кездер болды, мысалы тығылып ойнап келдім. Сонымен әйтеуір музыкада қалып кеттік қой. Жалпы содан кейін қанша оқу орнын тамамдадым. Енді айтады ғой жаңағыдай жоғары оқу орындарын бітірдім ғой мен. Тамамдадым, 2 дипломым бар. Онда да болсын осы өнерді сатып кете алмадым ғой. Спорт сияқты ғой, өзің сияқты ғой болды. Негізі сіздің андай бір қабілетіңіз де бар екен деп күлдіре алатын ше жаңағындай. Сол үшін ана мен неме келген кезде де айтып едіңіз ғой, елдер мені әнші деп шақырмайды, жаңағы күлдіреді деп шақырады деп. Негізі ондай жерлерге ұсыныс түспеді ме сізге? Көп түседі. Сансарға көп түседі маған ұсыныс. Мен айтамын, мен сахнада әзіл айтпаймын деймін. Кеше ғана болды, мен тойға кіріп бара жатқанмын жүгіріп.
бір жасқа жүгіріп келіп Нұрлан аға сізбен суретке түсіп алуға бола ма? Менің мамам сізді жаман жақсы көреді дейді. Сен ше десем жоқ деп қояды. Жастың келіп жатқаны ғой. Қазір мен қорқам. Бір қыздар келеді да, сәлеметсіз бе Нұрлан аға, мен сіздің ұлыңызды танимын ғой деп келеді ғой бәрі. Менің ұлым үлкен ғой. Сол себепті мен қазір сөйлеуді қойдым. Әзіл айтуға да қорқам қазір. Менің ұлым айтып бара ма, ойбай әкең ана жақта май болып жатыр ғой деп ше. Сол себепті мен кей кезде уайымдаймын да. Бірақ біздің әзілдің зілі жоқ қой. Менің өзімнің мақалым бар, ақиқаттың да зілін тастап өткізу керек деген. Сонда ренжімейді да адам. Ол өтімді болады. Біреулер айтады деген сайын басқа шығып кетеді ғой мысалы да. Адамзаттың асылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі ана бір кемпір кісі келеді ғой. Пайғамбарымыз сұрайды ғой, жәннатқа кіремін ба деген кезде, жоқ кірмейсіз дейді ғой. Сол ана кемпір жылап жүре жаздайды ғой. Жоқ, сіз мынандай күйіңізде кірмейсіз дейді да. Сіз жас болып кіресіз дейді да жаңағындай. Әзіл орынды болса айтып тұрған әрине жақсы, көңілді жүруге бір септігін тигізеді да, оның да себебін береді. Мен мысалы өзім ойлаймын да, мысалы мынау көбісі сырттан көріп баға бергенге құмар ғой. Жалпы мен де кей кезде ұрсам ғой. Кей кезде да көрермендер маған жазып жатады, сіздер дайын көресіздер ғой деймін да. Бұған дейін қанша дайындық бар. Мен мысалы концерт бердім. 8 ай дайындалдым. 8 ай дайындалдым. 4 сағат, 5 сағаттың ішінде өтті де кетті. Оның монтажы бар, оның көрсетілуі бар, оны дайындауы бар, оның алдында. Сол спортта да сондай ғой. Мысалы белгілі бір қарсыласыңа, мысалы белгілі бір қарсыласпен шығайын десең, оған қарап сен дайындаласың ғой. Оның жәлдегі әлсіз жерлерін іздеп, жәлдегі анау деп, мынау деп. Бірақ енді көптеген осы бокста жүрген азаматтардың, мысалы шетелдегі азаматтардың өмірбаяндарын оқимын мен. Көбісінің сағы өз сынған жоқ, сындырды ғой олардың сынған. Белгілі бір себептермен контракт болмады, анау болмады, ақшасы төленбеді. Енді ешкім қазір тегін бокстасыз келмейді ғой. Сөздің шыны керек, белгілі бір себеппен барасың ғой. Әлеуметтік тұрмысың дұрыстайын деп. Қазір таңда ондайға мүмкіндік көп қой. Біздің уақытымызда мүмкіндік жоқ еді ғой. Қазіргі жастарды айтшы, шашын қайратта бір жақсы көйлек киіп алып, бәрі блогер болып кетіп жатыр ғой қазір. Қарап тұрсаң ше. Мысалы соны өзім ойлаймын да, мысалы мынандай подкаст, оңай емес түсіру. Мен де көріп отырмын қазір студияны алу, Айдос, мысалы біз шақырып алу, мысалы бос уақытта болмайды, келіп, енді қызықты әңгімелер алда ғой жалпы. Сол саған деген мен кішкене әйтеуір қолдауым болсын деп отқаным ғой. Бірақ енді кітапты дұрыс жасадым. Кітап жазу оңай емес. Мен осы шетелге барғанда Римде айтайын деп отқаным, кітабың дұрыс шықты. Менің де балам кітап жазды ғой. Ол жас махаббат деп. Мысалы да, осы 26 жасында. Бір шетін ойладым, балам айттым, дұрыс дедім кітабың. Мен оқымаппын баламның кітабын. Көбісі айтады ғой, маған балаңыздың кітабын оқыдыңыз ба дейді, өзім туғыздым ғой деп. Не қылам мен оны оқып қойған ғой деймін да мен ол баланы. Сол себепті барсам, мысалы белгілі бір спортсмендер бар ғой, Криштиану Роналдо бар, Месси бар, қарап тұрсаң Жозе Мауриньо бар, тренер. Соның барлығы кітап жазғанда. Ол неге? Олар өздерінің тарихтарына еш нәрсе қоса алмайды. Олардың тарихтары шегеленіп қойған. Олар тарихтың жаңа беттерін ашып жатыр да қазіргі таңда. Бауыржан Момышұлы атамыз да айтады ғой, өзім жайлы тарихты өзгеге жаздырмағам деп. Жаңағы ол кісінің несін, өмірбаянын біреу жазса менің өмірімді дейді. Ол өтірік қосып жазады дейді. Мен қашсақ қаштық, таяқ жесек таяқ жедік, қусақ қудық, ұрсақ ұрдық деп шындықты жазам. Өйткені мен материалистпін дейді, жаңағы реалистпін дейді. Сөйтіп сол кісінің сол видеосын көргеннен кейін мен негізі ойымда жүрген ғой бұл нәрсе көп уақыт. Сол видеосын көрген сәттен бастап мен былайша айтқанда кітап жазуға кірістім ғой. Бәрібір ойды айтып беретін адам болады, жазатын адам болады да негізі. Иә? Айдос, былай өзім ойлаймын, кей кезде бар ғой, саған қазір екінші кітап жазуға тағы да шабыт келді да қазір. Сен шабыттанып жүрсің, мен білемін. Бірақ енді Айдос танушы да керек та. Оны сен жазбасаң, сен адамнан айырыласың, көрерменнен айырыласың. Уақыт келе барлық нәрсе ұмытылады. Оны қазбалайтын адам бола ма, болмай ма, әлеуметтік желінің дамыған заманында. Сол себепті саған жаза беру керек, тоқтамау керек. Бірақ енді сен бәрібір орта жинауың керек та қасыңа. Айдос танушылар керек та. Сол себепті ой қосатын адамдар да керек. Оны сен өзіңнің ойыңды айтасың ғой, оны жеткізіп жазатын адам болады. Ақылдасып шешу керек. Барлығы. Мен де ойлағам баяғыда, сіз қалай ойлайсыз деген кітап жазсам ба деп ше. Мысалы ойланып жүрдім да кейіннен қойдым. Ұлым кітап жазып қойғаннан кейін қойшы дедім. Жаңағы мысалы жаңа оқиға туралы жазсаңыз, өзіңіздің өміріңізді, жаңағы жеңгеміздің ауырғаны туралы, оның қалай жеңгеніңіз, жаңағы көрерменнің алдына шығып, сіздің түр келбетіңізді білдірмей сахнада өлең айтуыңыз, бірақ сіздің ішіңіз өртеніп жатыр, ішіңіз өліп тұр. Бірақ сіз бейне бір тірі адамдай жүрсіз көңілді. Сол туралы жазсаңыз. Сондай. Ол менің негізі көбісіне айтамын ғой мен.
сіздер менің инстаграмдағы бейнеме қарай бермеңдер деймін да мен көбінесе. Менде де мұң бар, мұң көп. Инстаграмға кайып саламын мен. Өткенде бір кісі айтты ғой маған үлкен, Нұреке, сен инстаграмда бір іліп алар ешнәрсе жоқ қой дейді ғой. Кішкене серьезно ештеңке жоқ қой дейді да маған. Мен өзім ойланып қалдым да, мен серьезно не салуым керек деймін да. Инстаграм серьезно нәрсе салатын дүние ма дедім да мен. Сосын өткенде бір бағдарламаға бардым. Бір сұрақ маған қатты ұнамады. Айдос, негізі бүйтеді, сіздің әзілдеріңіз өте жеңіл ғой дейді маған. Мен сол қарап тұрып айттым, әзілдің ауыр болмайды дедім. Әзіл жеңіл болса ғана өтеді дедім. Ал әзілдің ауыр ол әңгіме ғой. Қалай ол? Әзіл ауыр болса өте ма? Негізі. Астары бар дейді. Астары бар да әңгіме деп айтылады ол. Ол астары бар әзіл деген, ол қандай болу керек? Астары бар әзіл сен сахнада айтасың. Ал өмірде сен астары бар әзіл не аласың? Досыңды ренжітіп, көңілін қалдырып. Сол себепті көбінесе мені самса туралы әзіліңіз қиып қойды ғой бір. Самса туралы көбінесе Шымкентке барсаң деп анау. Қасықпен жақындасаң аузың өссін. Аяқ асты. Менікі сол ғой, теңеуі ғой жалпы. Менікі көбісі түсінбейді, маған әзіл айтшы. Жандырасыз да, иә? Иә, маған бір күн жалпы тойға шақырды мені. Бір кесе өлең айтпай-ақ қой дейді маған. Келіп арамызда отырып кетші дейді да, әзіл айтып. Мен саған жақсы ақша берейін дейді. Мен айтпай, жоқ, ондайға барамаймын дедім. Мен әншімін дедім. Әншімін. Енді ол бағытта аумен деп қойса, сол бағытпен кетіп қалсам да болмайды ғой қартайғанда. Бірақ мен енді әнші композитормын ғой. Жалпы енді өнерге мынау, сендер бокс саласында жүрсіңдер ғой, бокс саласына өнерге не керек? Сұраныс керек. Бастысы. Өнер адамдары, спортсмендер нені жақсы көреді? Қошемет жақсы көреді. Мысалы, сыйлаған жақсы көреді. Бәрі ойлайды ғой, бал жеп жүреді бізді. Кей кезде мен өзім ойлаймын. Міне көрсетші мысалы. Көрсетші кредит жоқ әншіні. Мысалы, қиналмай жүрген әншіні көрсетші. Қиналмай жүрген спортшыны көрсетші. Мысалы, спортқа келген азаматтармен араласам ғой, мен витамин туралы айтқан кезде жылап жібереді ғой. Мысалы, шетелдің көреді ғой, мына шетелді көріп жатады да, небір футболистерді, боксерларды, бокс шеберлерін көріп жатады да, ой, мыналарға оңай екен ғой дейді. Жоқ, олардың күлгеніне бір витамин, жылағанына бір витамин, жүргеніне бір витамин, ұйықтағанына бір витамин, тұрғанына бір витамин. Ол деген не деген қаражат, ақша, не деген? Ол жәлдегі көкпардың атында суытасың ғой. Сол сияқты режим керек, уақыт керек. Оның бәріне қарамайды ғой. Тек телевизорда шыққанын көреді ғой біздікілер. Жалпы көпшілік енді мысалы көпшіліктің аузына қаққық бола алмайсың. Көп адам әртүрлі нәрселер айтады инстаграмда да мысалы үшін. Өткенде мысалы үшін өзіңіздің бір сөзіңіз батыста мына су тасқыны болғанда бәріміз жиналып бірнеше фура жібердік қой, жігіттермен жиналып. Шыңғыс бауырым. Иә, Шыңғыс бауырымыз бар. Бәріміз жиналып сол кезде үйде отырып сіз бір адамдарға жазғанымды айттыңыз ғой, жаздым деп. Жаңағы не өзі бармайды, не сен не қылып отырсың деп саған айтады деп соны бір айтып беріңізші. Жоқ, негізі бар ғой, барлығымыз енді артып жатырмыз, енді рия жасамай қойық. Мен айттым, көрсетіп жасайтын нәрсе болады, көрсетпей жасайтын нәрсе болады. Соны көрсетпей-ақ жасай салайық дедім да мен. Астында жаза берді да, сендер қаяқтасыңдар, әншілер, спортшылар, сендер қаяқтасыңдар, сендер не істеп жатсыңдар дейді да маған. Сосын мен оған жаздым, мен сен қазір дедім да, сол судың қасында жүрсең, мен барам сенің қасыңа. Сен қазір тікелей эфирге шықшы маған видеомен деп, сол күй жоқ болып кетті ғой. Сосын мен көрсеткім келмеп еді, Айдос. Барлығымыз жиналдық қой, мен айттым ғой, Айдос, айналайын, мынаны көрсетіп жіберейікші, бір халық жеп баратыр. Инстаграмға ешнәрсе сала алмай қалдық деп. Енді айтпай қой, мына Шыңғыс бауырыма бар ғой, мың алғыс, алып кеп, Бека бауырыма да мінекей, өзіңе де барлық фураларды қойып қойды. Артуындай артық. Сонда мен бір қуанғаным, ана жігіт мені қуантты. Менің жағдайым жоқ еді деп, 5 литр жәнелегі пісте майын алып кеп, жаңағыдай макароны бар, вермишелі бар, анауысы бар, мынауысы бар. Аз болса да мен қосып жіберейінші, мені түсірмей қойыңызшы, мені түсірмей қойыңыздаршы деп жылайын деп тұр ғой. Сол артып жатыр ғой жаңағыдай. Менде видеосы бар, әлі күнге дейін. Мен қуанып кеттім. Соны көр, міне, жұмылсаң ғана жұдырық боласың. Соны көрсетпей жасай салайын деп едім. Жейді ғой. Кейіннен мен алып тастадым. Барлығын алып тастадым ше. Үзілді кесілді. Өйткені біз соңғы фураны артып жібердік қой біз. Мен 4-ші видео салдым ғой. Астын көрсем бар ғой. Ол жаққа анау керек емес, мынау керек қой. Мен жаздым сосын, біз магазин емес ғой, айналайын ау. Бізде жәнде полкада тұрған жоқ қой мына жерде. Мынаны бүйтіп бере салады, мынаны бүйтіп салады. Мынандай қызық жағдайда біз емес халық қой жалпы көмектесіп. Сөзіңізді бөлгеніңізге ренжімеңіз. Мынандай қызық жағдай естідім да мен сол батыста, енді қай өңір екенін нақтылап айтпай-ақ қояйын енді. Бірақ мынандай қызық жағдай естідім. Сол барған өңірдің жартысын су шайып кеткен, жартысы жоқ екен судың астында дейді да. Жартысы как обычно бұрынғы қалпында. Ол жағында су бармаған дейді. И мына жағында су бармаған жағындағылар как обычно өмір сүріп жүр дейді да. Клубта отырады кешке қарай, пиво ішіп отырады дейді.
сабақтарына барып келіп жүр балалар, ешқандай не жоқ дейді жаңағындай. Бәрі жұмыстарын істеп, қызметтерін істеп жатыр дейді. Біз мына жақтан Алматыдан, жан жақтан, Қазақстанның түкпір-түкпірінен барып, ана суды бөгеп, жаңағындай тазалап сөйтіп жатырмыз дейді. Аналарға бір көмектесейін, қол ұшын созайын деген не жоқ дейді да. Ниет жоқ дейді да. Соны көріп таңғалдық дейді да біз. Ондай да болады екен ғой деп. Енді бекалар барып келді ғой. Бекаларға жолыққан жоқпыз, енді бекалар көп нәрсені көріп келді ғой барып. Бірақ енді сұраған нәрсесін бәрін жіберіп отырдыңдар ғой. Айдос, мен көріп отырдым ғой, енді қайық деді, қайық алып келдіңдер сол күні. Енді атсалысқан жігіттердің бәріне Алла разы болсын. Жаңа Шыңғыс деп айтып қалдыңыз. Жалпы Шыңғыс бауырымыз әйтеуір бізді қолдап жүреді ғой, подкастымызға да демеушілік білдіріп жатады. Шыңғыс бауырымыздың жалпы Қазақ Автологистик деген көліктер таситын жалпы компаниясы бар ғой, білетін шығарсыз. Иә, білемін ғой, мен білемін ғой Шыңғысты. Өзіміздің қанша 5 мемлекеттен ба көліктер алып келіп көмектесіп жүр қазір. Монғолиядан, Кореядан, Қытайдан, Грузиядан, Америкадан. Осы Қазақстанда отырып тапсырыс беруге болады да. Қазақстанда отырып тапсырыс бересің. Сол көлікті бір апта көлемінде, 2 апта көлемінде жеткізіп береді. Негізі Шыңғысқа арзамын мен. Өзі дарылдап жүріп, сол кездегі және уайымдап жүргенін көріп ырза болдым мен. Өзі келіп, сөйлеп, мінекей тұр ғой, фура тұр, артам десеңіздер. Жазды ғой бізге, қаяқта тұр, қалай артамыз, біздің де қосатынымыз бар еді дегенде мен Шыңғысқа сөйлетіп жібердім ғой. Шыңғыс енді Қазақ Автологистик енді қатты көмектесті. Шын мәнінде Шыңғысқа көп-көп рахмет, алғысым шексіз. Негізі бар ғой, мен айтам ғой, сондай жігіттерге мен марапат беретін едім да. Сондай жігіттерді мен марапаттайтын едім негізі. Нағыз мінекей халықтың жігіттері да соның барлығы. Халыққа қол ұшын беріп жатқан, мысалы өзіңе де мысалы қандай марапат берер едім. Мысалы қолымнан кеп тұрса енді жомарттың қолын жоқ байлайды дейді ғой. Сол себепті кей кезде қарным ашатын жағдайлар да болады. Жалпы аға жаңағындай мысалы негатив жазады ғой. Сізге негатив жазады. Енді бірін былай қабылдайсыз, бірін былай қабылдайсыз. Жалпы енді біз мысалы танымал тұлғаларды да көріп отыру мүмкін, немесе жаңағындай танылғысы келіп жүрген азаматтар, тіпті кез келген адамға бір мысалы ол туралы бір сыртынан естілген сөз көңілін түсіруі мүмкін. Сондай жағдайда жалпы сен туралы бір нәрсе жазып жатса, айтып жатса, қалай одан көңілді жаңағыдай мән бермегенде өтіп кетуге болады? Негізі бар ғой, бүйту керек екен негізі. Мен өзім администраторым бар, балам бар ғой. Жалпы мен балама бере салатын болдым мен. Әкесінің қандай екенін көрсін деп ше. Астына жазып отқан және әзіл сұртқан ұнай ма, ұнамай ма. Балам, мынаның ішінде керек емес информацияның бәрін өшіп тасташы, комментарийлардың бәрін оқыш деп, әдейіге балама оқытатын болдым қазір. Балам оқып өшірсін деймін да. Мысалы қазір менің де балам өнерге келді ғой. Сол себепті өнерден менің де балам өнерге келді ғой қазір. Өнер қандай болатынын түсінсін деп жатсыз ғой. Түсінсін деп жатырмын. Көрсін. Мысалы, Айдос, сен жақсы болсаң саған да жазады. Диванда жатып алып, жазатындар көп екен негізі. Мен мысалы қараймын ғой комментарийдің бәрінше, кім екен деп. Білмеймін, кешіретін де комментарий болады, кешірмейтін де комментарий болады. Бірақ мен балама бере салатын болдым. Балам көрсінші, астына боқтап жатса да, жамандап жатса да, міне әкең осындай балам. Сен көр, әкеңнің жеткен жетістігі осы. Біздің баратын жеріміз осы, біз туралы осындай нәрсе айтады. Осыған көнесің бе, өнердесің. Осыған көнбесең, өнерден уақытылы сен кет. Сенің алдында жол көп, бұрылып кетеді қазіргі таңда. Өнердің қиындығы осы дейсіз ғой. Қиын ғой өнер деген, кім айтты бізді бал жеп жүр деп. Мысалы мен 7 күн, аптасына 7 күн ұшып жүрген күндерім болды. Анда-мұнда самолетқа отырған кезде бісмілләңді айтып мінесің. Бері қарай қонғанда бісмілләңді айтасың, ол шайқайды төбеде. Өмірбаянның бәрі өтеді ғой. Еще мысалы сіз жасыңыз қаншада қазір? Қазір 52-де. 52-десіз мысалы, сіз тойға шақырады. Жастардың тойына, иә? Иә. Мысалы тойға барасыз мысалы. Енді 50-де ел ағасы дейді ғой мысалы. Ел ағасы болып тұрған кезде бару мысалы сізге мен ойлаймын негізі. Үлкен кісілер, 50-ден асқан кісілер сізден үлгі алу керек деп ойлаймын жалпы негізі. Біз мысалы 50-ден кейін біздің қазақтың понятиясы сондай болып кеткен. 40-тан кейін даже уже болды, бітті деген сияқты ше. Пенсияға деген сияқты ше. Уже пенсияға дайындалып қанша уақыт қалды деген сияқты ше сондай. Ал негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзіне пайғамбарлық 40 жасында келген да. И мысалы 50-де ел ағасы болғаныңызбен мысалы осылай көңілді жүру арқылы, бала шағаңызды осы арқылы, осы кәсібіңіз арқылы асырап жатсыз мысалы үшін, дұрыс па? Мысалы әр ер азаматқа осындай болу керек деп ойлаймын, қазақтың ер азаматтарына ше. Соны айтамын ғой, біз үлкен кісілерге ақыл айтудан аулақпыз. Олардың көргені көп шығар 50-де ел ағасыларға. Бірақ енді дегенмен деймін да, мысалы үшін сіз живой примерсіз ғой деймін да. Сен мына сөзің ұнады да маған.
маған айтады ғой, көбісі жазады ғой комментарийде, айтпай отырмын ғой мен көп нәрсені, Айдос жасырып отырмын ғой, ата сақалыңыз аузыңызға түсті ғой дейді, біреу жазып жіберіпті. Ақыл айтатын жаста әзіл айтып отқаныңыз несі сіздің дейді. Мен содан кейін жазып жібердім, жай ғана сенің көңіліңді көтерейін дегенім ғой. Жалпы Нұреке деп жазып жіберіпті біреу, сізде ми бар ма деп жазып жіберіпті. Содан кейін жазып жібердім, мен келіп тексеріп кетсейші дедім мен. Кеш жолығайық деймін. Мен көп адамға айтамын мен. Менің болмысымды Инстаграмнан былай көрші, сен келіп деймін мен. Келіп көрші, сөйлесейік екеуміз. Мен кей кезде айтамын да, бір күн біреу жазып жіберіпті маған, сіз маған вообще ұнамайсыз деп. Мен айттым, саған ұнау үшін мен не істеуім керек сонда? Мен қалай ұнаймын сонда? Мен қалай ұнау үшін қалай жүруім керек дедім да мен. Кей кезде қызық сұрақтар келеді, мен көңілімді көтереді. Мен сондайға бұратын болдым мен. Сіз маған вообще ұнамайсыз деп, бірақ грамотно жазып қойыпты. Вообще деп ше, әдемілеп ше, грамотно. Мұғалім ау деймін анау жазған адам. Мен айттым, мен саған ұнау үшін не істеуім керек мен сонда дедім да. Мен айналайын, семьяма ұнап алайыншы, мен Айдосқа ұнап алайын, достарыма ұнап алайын, мысалы да. Сол себепті менің де негізі қосар ойларым көп қой. Айдос бар ғой, мен мысалы мынау сені өзім танимын ғой, жалпы енді. Сен кішкене айтып жатсың ғой, жеңіліске ұшырадым деп. Жоқ. Ол айтады ғой. Мысалы сен Мұхаммед Алидің айтқанын естідің ғой. Құдайға қызық емес, мен ананы жеңдім, анадан жеңілдім, мынаны жеңдім, анамен теңбе тең түстім деген сияқты. Сол сияқты сен ол жағын жақсы білетін азаматсың ғой. Сол себепті сен де саған сынбасын. Сен бізге керексің әлі. Сол себепті сен мысалы жағың сынса да саған сынбасының екісін шығаруың керек міндетті түрде. Оның дизайнын менімен ақылдашы. Болды. Екеуміз Мишелин киіп түсейікші. Мысалы мен кітапты ойлаймын өзім. Халықпен ақылдасқан түрде жазу керек. Негізі халыққа да мүмкіндік беру керек сұрақ қоюға ше. Сіз қалай ойлайсыз деп. Халықтың пікірін білу керек. Халыққа кітап жазардың алдында бір 3 ай, 4 ай халыққа сұрақ қою керек та негізі. Мен не туралы жазайын? Ой тастап қойын. Осы подкасттардан мысалы, осы подкаст мінекей көріп отырсаңыздар, негізі осы подкастты көруге шақырамын. Негізі Айдосқа шабыт беріңіздер. Сіздер жазыңыздар. Кітапта не білгілеріңіз келеді? Міндетті түрде Айдос бокс туралы жазбайды ол жерде. Сіздер ойламаңыздар, бокс болсын, ол өнер болсын, қарапайым өмір болсын, барлығының мәні бір. Барлығымыз өлеміз ғой енді ертелі кеш. Барлығымыз қонақпыз ғой. Сол себепті қызықталайық кітапты. Мысалы кітапты оқып жатқан адам айтады ғой, кітап деген не? Бұрын соңды мен бүйтіп ойлайтынмын, Айдос. Неге мен кітап оқуым керек? Ол да біреудің ойы ғой деп. Мысалы да енді мен кітапты көп оқыдым ғой. Мысалы, ол да біреудің ойы ғой, біреу жазды ғой деп. Оны оқу керек екен, ол саған бағыт береді екен. Мысалы Гарри Поттерді ал, мысалы Достоевскийді ал, Есенинді ал. Сен қазір мысалы бір нәрсе маңызды аласың. Мынаны айтқым келеді да, сен мысалы жағың сынса да саған сынбасын деп мысалы өзің туралы жаздың ғой, кішкене мысалы. Пушкин да сөйтіп жазды ғой енді. Білесің ғой енді. Өз туралы кітапты қалай жазды? Псевдониммен жазды ғой. Сол себепті сенің жазғаның дұрыс. Өйткені сенің көңіліңді ешкім түсінбейді. Соның арасына кішкене дәмдеуіштер қосып, халықпен ақылдаса отыра жатсаң, менің де бір ойым бар еді ғой деп. Ол адам анаған айтады, анаған айтады. А кез келген нәрсеге жарнама керек. Бірлесіп жаздық деген не болады дейсіз ғой? Иә, бірлесіп жаздық. Халықпен бірлесе отыра. Халықпен бірлесе отыра. Қазір енді мысалы кітапты да басқаша жазу керек. Бұрында мысалы сурет жоқ, кітаптарды оқығымыз келмейтін еді ғой өзі. Оқып келеміз, суретке дейін оқимыз да, мына жерге дейін келдім деп жауап қоятын едік. Сол себепті енді мен қызықты оқиғалар көп, мен айтып беремін бокс туралы. Және де айттым ғой, қолдағы перчатты лақтырып жібересің, сонымен бірге жүгіріп кетесің деп. Бір енді басымнан өткен оқиғаны айтып берейінші, бокста сен жақсы түсінесің ғой. Бір бала шықты. Бізде перчатка жоқ. Үзіліп кеткен жаңағы байлап алғам. Бізде бинт та жоқ қой, қолға орайтын. Біз шлем көрмей бокстасқан адамбыз ғой. Сол себепті шықтым мен. Сонымен шығам, ананың перчаткасын көрсең, ой, анау киіп алған жаңағыдегі шортайын көрсең 15 резинкасымен. 15 резинкасымен. Анау құласаң да түсіп қалмайды да, біздікі түсіп қалайын деп жүреді ғой, жіппен байлап қойған. Сонымен ананың аяғында енді боксерка, аузында кафа, ондайды көрмегенбіз ғой біз. Сонымен шығамыз, анау чемпион екен, жаңағыдегі. Енді мен жеңдім деп айтпаймын, жеңілдім одан. Бірақ ананың жылдамдығына ырза болғаным соншалықты, бізде жылдамдықпен ұрамайсың ғой анау. Дәулігі соншалықты аттың қылы ішінде. Лақ жіберіп кетіп барсам 2-3 рет нұқып жібереді артымнан ше. Былай қарай жүгіріп кетемін. Ол кезде ондай ринг жоқ қой, соғысып қалып қайтып жүгіріп келетін. Ол кездегі рингтерді білесің ғой, троспен тартып қоя салады. Сонымен келеміз, арқамыз жырым жаңағыдегі. Үйге бара алмаймыз жеңілген күні. Әкеміз мысалы, бізде қалай еді мектепте? Мұғалім ұрып жіберсе, үйге келіп әкеңе айтсаң, әкең тағы да ұратын еді ғой. Неге сені ұрады мұғалім? Неғып басқа біреуді ұрмайды деп. Сонда ана тренировкаға барып келген кезде бір жеңіліп қалғаным бар сол. Жеңілгенде мен қатты жеңілген жоқпын енді. 3-ші раундқа дейін шыдадым. Ол кезде 3-ақ раунд қой бізде. Сонымен шыдадым. Ананы бір ұрайын деп алға қарай қолымды лақ жіберсем, анау 2 рет нұқып жібереді ғой. Желкемнен. Бірақ ананың жылдамдығына, енді ананың техникасына бір ырза болғаным, енді анау қашып жүріп ойнады.
Мен 3 раунд қудым, ол 3 раунд қашты. Сонымен енді өліп таяқ жедім ғой. Көздерім астым бәрі ісіп кетті. Сонымен мен келдім. Содан енді 1,5 айдан кейін ба, 2 айдан кейін ба мен өзім сарауыр болып қалдым. Содан енді екінші рет сарауыр болып ауырған кезде маған айтты, үшінші рет өлесің деді. Сонымен қоя сал деді. Сонымен қойдым, музыкаға кеттім ғой. Бірақ енді жаңағыдегі сені мен қатты түсінемін да. Қатты түсінемін. Бізде Арыс деген сондай қала ғой. Тек қана бокспен күрес. Ол жақта 4 жыл кез келген бала 4 жыл боксқа қатысады міндетті түрде. Жақындағы қателеспесем сіз қасиетті Меккеге барып қайттыңыз. Меккеге сапарға, иә? Умраға. Құлшылықтарыңыз қабыл болсын. Амин. Иә. Қалай ол жақтағы әсеріңіз сонымен кішкене бөлісе кетсеңіз? Шынымды айтайын ба, Медина деген қала ұнады маған. Бірінші рет болдыңыз ба? Бірінші рет болдым мен. Әлемді аралап дәл сол жерге бармаппын. Бакка Travel деген компания маған ұсынды. Мысалы, Нұреке, сіз барып қайтсаңызшы деп. Алдында маған Алаш Travel компаниясы 2 рет жолдама берген. Мен анам бармады ғой. Мен қалай барам дедім де, анам мен туған інімді жібердім. Енді сөйтіп жіберіп алдым да, жолымды ашып алдым да мен. Екінші рет ұлым қоймады бір күні. Папа, мен барып келейінші, папа, мен барып келейінші. Мен ұлымда намазда ғой. Папа, мен барып келейінші деп қоймады. Алаш Travel'ға өзім ұсыныс жасадым. Айналайын Ернар, маған бір жолдама берші. Мен ұлым барғысы келіп жатыр, бір көмектесші деп. Белгілі бір уақыттан кейін маған хабарласты, ұлыңызға жолдама дайындап қойдық деп. Ұлым да барып келді. Сосын Алла нәсіп еткен күн барам ғой деп өзім жүредім. Маған Бакка Travel берді ғой компаниясы. Мінекей Нұреке, сіз барып қайтыңыз деп. Ғазиз ұстазбен барып келдім. Қандай керемет ұстаз ана кісіше. Көркем мінез, жаңалдегі ұрыспайды, жай ғана сабырмен, барлығын дұрыстап айтады. Сол Медина қаласына барған кезде мен бір тыныштықты байқадым да. Жүрек тыныштығы. Ұйықтасаң ұйқың ғана деген. Бізде бұяқта қанбайды ғой, бізде ой жеп қояды ғой. Мың ой кеп тұрады ғой. Оны түсінбейді ғой, ойдың барлығын айта алмайсың ғой әркімге. Содан Медина қаласына барып, ойбай жақсы болды ол жерде. Сол Медина қаласында 3-4 күндей болдық. Соң Меккеге келдік. Меккеде болып мен өзім арнайы Таифқа барып қайттым. Таифты көрдім. Таиф керемет. Таиф керемет екен. Анау канатна дорога бар екен, канатна дорога бар екен, таудың басында. Кезінде сахабалардың кезінде сол байлар тұратын жер болған ғой ол. Кәдімгідей мықты нелер тұратын болған да. Иә, ол жерде арабтар бүйтіп мақтанады екен. Ақшам көп деп емес екен. Құрма бағың көп деп. Құрманың бір қасиеті бар екен. Оның бір дәнін неге салуға болмайды екен, ол өспейді екен. Аналығын, аталығын, бала шағасын үрімтағын қосып егу керек екен. Сол кезде ғана құрма шығады екен да. Соның барлығын Ғазиз имам түсіндіріп айтып, мысалы біз Таифке барып келдік. Өте керемет болды. Ана Таифты көріп, салқындығын, ойбай биіктігін көріп, ана Таифтың бар ғой. Канатна дорога дейді ғой. Канатна дорогасын көріп, Таифтың әдемілігін көріп мен таң қалдым. Жап-жасыл. Енді не деген керемет қала ше. Жолын көрдіңіз ба? Тауға шығатын жолдары. Иә, тауға шығатын жолдары енді керемет екен. Әдемі салған екен. Бірақ енді барып қайту керек негізі. Өте менің жалпы келгеннен кейін бір өзгерістер байқадыңыз ба өзіңізде? Осы діни жағынан бір құлшылықтарыңыздың бір ләззатын сезініп дегендей. Сезінесің ғой. Ол бәрібір біз өзіміз ондай ләззат сезінуіміз керек қой. Былайша біз енді айтады ғой жаңағыдегі ойланған адам, ниет еткен адам ғана, Алла тағалам шақырған адам ғана барады дейді ғой жаққа. Сол себепті мен шақырды дедім да. Сөйтіп барып, бәрін көріп, өз-өзіме құлшылығымды жасап, бір таңғалатыным, менің әкем ерте қайтыс болып кеткен ғой, 40-қа толмай. Сонда мен құрма бағынан шықтым. Сөйтіп шықтым да, автобустың ішінде кішкене ұйықтап алайыншы дедім. Көз іліп алайыншы дедім. Сөйтіп ең артына барып жатып ем, әкем былай келіп тұр ғой көз алдыма. Шошып ұяндым. Содан жатыр едім. Ұйықтап алсам, әкем былай келіп тұр ғой көз алдыма. Бірден шықтым да жаңағыдегі. Ихрамды орадым да, барып тәуіп жасап, әкеме дұға жасап, енді Сафа Маруанда жүріп, барлығын жасап, өз-өзімен көріп, келдім ғой. Енді жалпы енді барлық мұсылманның арманы ғой. Сол себепті барып көріп қайттым, оған бір бұл бағдарлама жетпейді негізі. Ол туралы айтылды. Басқа бір бағдарлама керек та, ол ұзағынан бұл керек. Енді сол соңғы жаңалықтарыңызбен көзінің көріп жүргенінен сол қойып атқан сұрақтарым ғой жалпы. Иә, мен барып келдім. Ол енді ол ұзақ әңгіме негізі. Бірақ маған ұнады. Жаңағыдегі тура сол Ғазиз имам қалай айтты, біз солай жүріп келдік. Бардық, былай жасайсыз, Нұреке, былай жасайсыз деп. Өте керемет болды.
өте негізі бар ғой мынау рухани байлық, рухани азық дейді ғой, діни азық керемет болды. Дінге келуіңіз қалай болды? Сол дінге келуім сол келіншегім ауырып қалған кезде, иә, өте қатты қиналдым мен. Депрессияға түсіп кеттім. Содан осы Ғазиз имамға Алла разы болсын. Сол кісі кездесіп, Ибрагим деген бауырым бар еді. Сол кездесіп дінде жүрген. Қатты күнде пандемияның уақытысы, адаммен жолыға алмайсың. Сөйтіп әйтеуір әңгімелерін айтып, діни әңгімелерін айтып, діни бағыттағы әңгімелерді айтып. Нұреке маған деп айтқан, Ғазекеңнің айтқаны ұнады да маған. Нұреке, Алла тағала мына жерге дейін өмір береді дейді. Сіз мына жерде ауырып қалсаңыз да мына жерге дейін апарады дейді. Денсаулығыңыз зор болса да, денсаулығыңыз жоқ болса да, дәл осы жерде алып кетеді дейді да сізді. Қандай болсаңыз да. Сол себепті сіз мына жердесіз дейді да. Сіз шыдаңыз дейді да. Сіз шығып кетіңіз бұдан. Ертең мен де болмаймын сіздің қасыңызда деп. Анда-санда қорқытып та қояды. Кетіп қаламын деп. Сөйтіп алып келген дұрыс екен да. Бір жақсы, бір жаман, бір жақсы, бір жаман. Сөйтіп мені шығарып алды ғой. Қазір мен ол туралы ойлауға қорқамын. Қайттан сол бағытқа кіріп кетем ба деп ше. Сол себепті өзімді көңілді ұстаймын. Айдос қаяқтасың деп. Мен өзім іздеймін. Мені мысалы бір күн ешкіммен сөйлестірмей бір бөлмеге қамап қойса мен өліп қаламын да негізі. Мен сөйлесуім керек та негізі. Мысалы ойымды жеткізіп айтуым керек, біреудің ойын тыңдауым керек, бір талқыға түсетін материал керек та маған. Ортаға қойып, соны жақсы жаққа алып шықсам, сол мен үшін бақыт қой. Аллах тағала әр адамға қабілет береді дейді ғой. Мысалы сізге Аллах тағала осындай сөйлеу қабілетін бергенде, осындай мысалы сұхбатымыз арқылы өзіңіздің қабілетіңізді дұрыс пайдаланып, қазір қаншама жастарға жақсы сөздер айтып насихат беріп отырсыз да. Мысалы сізді сырттай қатты былай танымайтын адамдар білмеуі мүмкін да. Жаңағындай сіздің намаз оқитыныңызды, дінде екеніңізді білсе, мысалы біраз адам бәрібір енді танымалдылық дегенді дұрыс жағынан пайдалана білсек, ол талай адамның өзгеруіне, мысалы 1000 адам көрсе, 1000 адамның ішінде 10 адам өзгерсе, соның өзі біз үшін мысалы біздің мына дүниеміз үшін де, ақыретіміз үшін де пайдасын беретіні хақ деп ойлаймын. Енді намаз деген өзің үшін деп түсіндіреді ғой енді. Барлығы айтады, намаз деген өзің үшін. Мен соны түсіндім да. Оны мен реағып, іс жерде жарнамаға айтпаймын негізі. Бірақ енді біраз жыл болды ғой. Біз енді елден асқаннан кейін біз міндетті түрде келуіміз керек қой намазға. Мысалы мұсылман болғаннан кейін альхамдулилля. Сол себепті менің біраз жыл болды намаз оқып жүргеніме. Біраз жыл болды. Мен оны айтпаймын да. Не қыламын реағып? Намаз деген өзің үшін ғой. Сол себепті өзің үшін болғаннан кейін оның өзгеге керегі бар ма, жоқ па? Менің ортамдағы азаматтардың өзі білмейді оны. Мен ортама да айтпаймын. Сол намаз туралы. Сол себепті біздің ортамыздың өзі сондай бір орта, керемет орта. Имамы бар да ішінде, имамы да бар ішінде, жаңағыдегі. Иә, сондай жақсы ортада өзі. Сондай әйтеуір әңгімелері дұрыс. Сол себепті мен өзім айта бермеймін көбінесе. Көбінесе мен тыңдаған жақсы көремін сол кісілердің. Дінде жүрген азаматтардың, діндар азаматтарды тыңдаған жақсы көремін. Сол себепті соларға беріп қоямын да, өзім шайымды ішіп тыңдап отыра беремін. Анда-санда бір қосарым болса, қосып қоямын, бір сұрақтарым. Аларым болса, ал болып қоямын. Сол сияқты нәрсе ғой. Өзіңіз жаңа енді жалпы сөз қорға байсыз ғой. Енді жаңа күлдірем деп жатсыз осындай жерде. Бір қызық бір-екі анекдоттан айтып жіберсеңізші. Күлдіремді бүлдіріп алған кездерде болды негізі. Бірақ енді айтып отырмын ғой, жаңағыдегі өткенде енді Нұрбақытқа жолығып қалдым ғой мен. Где-то KZ-тегі Нұрбақытқа. Сонда бүйтіп тұр екен, қасымда жай ғана шығып кетті да аузымнан. Нұрбақыт енді толықтау ғой. Нұрбақыт сәл демалшы, ауыз ішіңе деп едім. Иә, ала салайын деді да, тыныштықпен Нұреке алшаңыз деп жем жеп алған кептерлер сияқты. Күліп жатыр да, жай ғана менің есіме түсіп кетті. мен баяғыда кептер асырағанмын ғой. Сол себепті біздің үйде сондай кептерлер болушы еді да, жаңағыдей. Сол себепті қарап қалғам, иә. Мен жаңағыдегі әзілдерімді айтып отырамын ғой енді. Маған енді бағдарламаларда көбінесе тиісіп отырады ғой барлығы. Шашыма тиісіп отырады, анау, мынау. Бірақ бір қойылатын сұрақ сол да, Нұреке, жаңағыдегі әзіл айтпай ақыл айтсай, анау ұқсай, мынау ұқсай деп. Енді бір түсінгенім, енді бағдарламаларға барасың ғой, енді подкасттарға емес, бағдарламаларға барасың. Сонда сен бір рейтинг жасамасаң ол жерде, бір қызықтырмасаң, жақсы бір әңгімелерді айтпасаң, ертең сені бағдарламаға шақырмайды ғой. Сол себепті сен бағдарлама үшін де, халық үшін де қызық болуың керек та. Бірақ енді әзіл айта берсең, сені көрген халық былай серьезно қабылдамайды екен негізі. Көбінесе кейбір тойларға барам, өткенде бір тойға барсам, есіктің алдында біраз балалар топырлап тұр. Өтіп баратсам, Нұреке, күлдірше бізде, күлдірше бізде дейді маған. Жас балдар ғой менен, бір 20 жас кіші балдар ғой менен. Нұреке, күлдірші дейді да. Мен де сол жерде де сабыр қылдым да, үндемей өтіп кеттім да. Жоқ, жігіттер, мен өлең айтайын деп кетіп баратыр едім. Қазір кішкене уақыт болмай тұр. Кейін бірде бір отырамыз, сол кезде мен сіздерді күлдіремін деп кетіп қалдым да. Болмаса сондай сөздер жаман көңіліме тиеді мен. Тойға кіріп баратсаң, ұстап алады ғой қолынан.
ұстап күлдірші деп тұрады да. Шегілі бір артық әңгіме айтып қойсаң бүлдіріп қоям ба дейсің да, сосын барып мен өлең айтуға келіп едім мына жерде, ақшасын алып қойып едім, кірейін өлеңімді айтайын, кейін бір уақыт болып жатса отырып бір көңіл көтереміз деймін да. Бірақ мен енді әзілге жақынмын ғой. Кеше анау біраз енді әзілдер есіме түсіп кетеді ғой. Бірақ бізде де өмірден алынған әзілдер көп қой. Менің әзілдерім барлығы, мысалы анекдот емес, мысалы менің әзілдерім барлығы жәндегі живой анекдот. Құрысы мынандай қызық болды. Бір беташарға бардық. Сол беташардың және спискін жазу керек қой. Бай кісі де енді бақуат кісі, енді ақшасы өте көп ана кісінің. Мен тек қана ол Шымқалада жүргенде сондай тойларда жүрдім да. Сен беташар болады деді ғой. Менің жанымда тамада бар еді, ол бет ашады, мен бет ашпаймын, мен Ямахада ойнаймын. Сөйтіп және бет ашатын жігіт барып бір күн бұрын список жазды ғой. Список жазды, сонымен қайттық. Ертеңінде мен обедте келіп, аппараттың бәрін құрып қойдым. Сөйтіп ана кісі кешігіп жатыр да, бет ашатын кісі. Сөйтіп тойдың жәндегі егесі келіп айқайлай береді да маған. Анау қане бет ашады, босай бастасайшы, анау қаяқта, көке мен білмеймін. Ол ғой мен әкелген, мен емес оны алып келген. Қазір келетін шығар деп тұрам. Сол жерде жәлдегі асабаның ұстазы жүрген. Ана ақша өлтіріп барадыр ғой, енді ақша түседі ғой ана жерге. Жүгіріп келе береді, Нұрланжан мен аша берейін де, мен оның ұстазымын ғой деп. Содан кейін айттым мен, айналайын миды ашта бермеші дедім. Анау егесі жүр тойдың. Барда жолық, ашасың ба, ашпайсың ба, рұқсат берсе аша бер дедім. Ол кезде бойс деген жемпірлер бар да, соны киіп алған ішіне салып триконың. Және ауылдамыз ғой. Сөйтіп жүгіріп берді, ой, бай Нұрлан, ойна мен ашатын болдым деді ғой. Сөйтіп Ямаханы қосып жібердім. Рэп-пам-пам, рэп-пам-пам, Ямаханы жаман қатты ойнаймын ғой мен негізі. Ойнап анау бастады ғой. Спискті анау жазған ғой, бұл емес. Айналайын жықыны, күлімдеген көзіңнен, айналайын жықынына деп айтып жатыр. Таладан анау списк жазған. Тамада кешікпеген жүгіріп келді. Нұрлан анау не айтып жатыр дейді ғой. Не болып қалды, тыныштық па дейді. Тыныштық болғанда жықынысы несі? Ол не десем, жас келіндегі сөз ғой, қысқартып жазған дейді. Айналайын жықыны деп ұрып жатыр ғой. Енді айтсайшы барып десем, ол да көре алмай тұр ғой. Айтпайды ғой. Соңына дейін қарап тұрды ғой. Анау соңына дейін айналайын жықыны, күлімдеген көзіңнен, айналайын жықыныны деп айтып шықты ғой. Жас келіндегі сөз ғой, қысқартып жазған жықыны дей салғанда. Ой, өмірде сондай да қызықтар болған ғой. Түү, не деген, бүйтіп ойлайсың да, сондайларды бір қарап тұрсаң, бізде көп андайлар болды, көп қызықтар болды тойда жүрген кезде. Сол бір қызығы осындай да енді, күліп отырайық дегенім ғой, жалпы. Жақсы аға. Алла разы болсын, біздің сұхбатымызға келіп осылай керемет көңіл күйді көтеріп бір жақсы сұхбат болды деп ойлаймын жалпы. Өте жақсы. Өзіңізге қалай көңіліңізден шықты ма? Көңілінен шықты. Неге шықпайды? Негізі осындай сұхбаттарды жақсы көремін мен. Емін-еркін, отырып, ойындағын айтып. Айдос бар ғой, шынымды айтсам, мен енді сенің сұхбаттарыңды көріп жүрмін ғой, Инстаграм парақшаңды оқимын. Сен жәндегі балаларды жинап алып, шабыт беріп, тау жаққа шығып, мысалы, жүгіртіп, кішкене әйтеуір спортпен шұғылдандырып, барлығын енді салауатты өмір салтын үйретіп жатсың ғой енді. Жақсы спортқа баулып жатсың бәрің. Ол деген бар ғой, өте жақсы дүние. Ертең сенің қартаюыңа, әдемі қартаюыңа көптеген септігін тигізетін дүние де ол. Сол себепті мен де ойлаймын ғой. Мен ойлаймын кей кездеше жақсылық қайтпайды деп. Көп адамға ақылыңды айтасың, ол сенің тірлігіңді істеп кетеді да, кетіп қалғаннан кейін хабарласпай қояды. Белгілі бір себептермен шығар мүмкін. Мен бір күн былай болды ғой, зерттедім мен. Бір баланы үлкен бастық қылдық біз. Айтып жүріп. Бастық болмай тұрып, күнде қасымызда тұғын ана бала. Бастық болды да хабарласпай қойды ғой. Şimdi мен өпкелеген жоқпын, шынымды айтайын. Мен көрейінші. Ол бастық болып кетсе бізді жұмысқа шақыру керек еді ғой. Неге біз жұмысқа шақырмады деп ойладық та, енді жумай да кетті ғой жаңағы. Бізге бас жуғаны қызық қой оның. Содан ләззат аламыз ғой біз. Енді күлейік, отырайық деген. Сен бір күн жұмысына іздеп бардың, көрейінші деп. Сөйтсем ол жұмыста лидер екен ғой. Ол жұмыста одан ақылды адам болмау керек екен. Ол ақыл айту керек екен да. Оған ақыл айтатын адам керек емес екен да. Мен соны түсіндім. Сол себепті анау жібере сал дейді ғой. Ақылды айттың ба, біреуге көмектестің бе, септігі тиіп жатса, кейін шетінен көріп жатсаң, оның жақсы болып кеткенін қуана бер дейді да. Ол жетістік деген сол ғана екен. Бірақ жақсылық қайтпайды деп ойлауға болмайды екен. Ол айналып кебек кашеттен басқа адамнан қайта береді екен. Алла тағала мысалы бір адамды бергізе ма, екінші адамды алып келеді екен, міндетті түрде. Сөйтіп сынайды екен да. Сол себепті мен бәрін құшағыма қабылдай беремін да. Келіңдер деп. Сол мен осы 30 жылда жүрген балалардың ешқайсысы жаман болған жоқ. Мысалы шынымды айтайын, ешқайсысы бір бомж болып кеткен жоқ та. Мысалы шама шарқығым келгенше көмектестім.
мысалы шама шарттығым келгенше айтпаймын көп деп, ой мен көмектестім. Көмектесу деген міндетті түрде ақша беру емес қой. Ой мен көмектестім, аппарат жеріне қолдау, сөйлесетін жермен сөйлесіп бердім. Талантты болса телеарнаға. Мен бір баланы, мысалы мен лимитім біткен күндер болған. Үлкен телеарнадан келді да маған. Мен талант емес, талантты байқаған адам талант дейді ғой, таныған адам талант дейді. Сол сөйтіп бір талантты адамды мен телеарнаға апардым. Сонда маған айтты ғой, Нұреке, мынаны алайық қой жұмысқа деді. Алыңыздаршы, өкінбейсіздер дедім. Сіздің лимитіңіз бітті, Нұреке деді ғой. Сіз үшінші адам кіргіздіңіз деді ғой телеарнаға. Ол үлкен телеарна. Оған ешкімді кіргізе алмайды ол телеарнаға. Сол себепті мен өзімнің жасым келіп қалғаннан кейін мен жастарға кішкене жолымды беріп, маған бір мүмкіндік туып тұрса, мен жетектеп апаратын әдетім бар да. Бірақ білмеймін, сол балалар хабарласпай кетеді да. Аяққа тұрып кетеді да. Бірақ мына жақтан басқалар келіп жатады. Кей кезде мынаған қызығамын да мен. Кей кезде алданғым келеді ғой. Сені біреулер алдағысы келеді ғой мысалы. Осы туралы бір сұхбатыңызда көп қарадым, жаңа осы туралы айтайын деп отыр едім. Мен негізі Айдос мен алданған жақсы көремін да өзімше. Бір жас әншілер келіп тұрады да. Негізі, Нұреке, сіз күшті композиторсыз ғой, Нұреке, сіз күшті музыкантсыз ғой деп тұрады да. Менің жаным ләззат табады ғой. Анау әдемі алдап тұрады ғой. Соңында мен білемін ол ән сұрайын деп тұрған және ән сұрайды. Содан соң бүйтеді ғой, ақыр соңында. Арзан өңдеуші, арзан студия, арзан ақын бар еді дейді, анау ән не болды сонда. Содан соң бүйтіп алданып тұрамын да бір. Дайын әнді бере саламын да мен оған. Бірақ кетіп барады, білемін да, ол анаяқта не айтады екен деп ойланамын да мен Аллаға. Ай, Нұрекеңді ұстау дей ма. Мен де мынаяқта, ай бір алдандым ау деп рахаттанамын да. Енді біз енді алданатын жастан өтіп кеттік қой енді. Біздің қасымызда жүргендер алдаудың академиясын, мысалы алдаудың докторантурасын бітіргендер біздің қасымызда жүр ғой. Аналардың бәрі бізге абитуриент қой негізі, былайша қарап тұрсаң. Бізде алдаудың айдаһарлары жүр ғой қасымызда. Сол себепті айтады да, Нұреке алданып тұрсың ба дейді да, мен ананы оқып тұрмын ғой дейді. Болды, оқысаң деймін да, ары қарай айтпай ақ қойшы деп қоя саламын да енді. Сол себепті енді білмеймін енді. Кей кезде солай әйтеуір солардың алдағаны маған бір қошемет сияқты көрінеді да. Айдос ше, өте керемет. Рахмет аға, келіп сұхбат бергеніңізге Алла разы болсын. Біздің көрермендерге бір-екі ауыз тілегіңіз болса, мархабат. Тілек болғанда жүрегімді лақтырайын деп тұрмын. Қымбатты көрермендер, подкасттың көрермендері, мінекей көрдіңіздер ғой, Айдостың бағдарламасына мен келе берем негізі. Жақсы бір лайк басып, қолдап, осындай сұхбаттарды. Бізге керек тек қана лайк қой. Лайк ақша тұрмайды ғой жалпы. Қошеметті, жаңағыдегі сыйластықты жақсы көретін адамбыз ғой. Айдосқа көп рахмет. Бағдарлама ғұмырлы болсын. Менің тілейтінім сіздерге жақсылық, аман болыңыздар, ешқашан мойымаңыздар, күліп жүріңіздер. Білем, сіздерде де мұң бар. Мінекей, бізде де мұң бар, оны айта бермейміз ғой. Сол себептен лайкты басыңыздаршы, мінекей. Енді осы сұхбат сіздерге ұнаса ұнады деп жазып жіберіңіздер. Егер қатты ұнап жатса, екінші сұхбатқа келетін боламын. Қанша лайк керек? 10 000 лайк па? 10 000 лайк болса, келеді ағамыз. Мінекей, 10 000 лайк болса, 10 000 лайкты бірден басып тастай салыңыздаршы. 10 000 лайк болса, қайтадан келіп, мен ол кезде тек қана қызықтар айтамын. 40 000, 50 000 просмотр жинайды да, бірақ лайктың саны 1000, 1000 да. Сондай, анаяқта 39 000 адам, 49 000 адам лайк баспай көре береді ғой. Лайк баспай өтіп кетіп жатыр. Қиын емес қой, Мүмкін лайк дегенді білмей отқан шығар, енді лайк басуды көрсетіп қоямыз ғой. Мінекей 10 000 лайк басыңыздаршы, ол кезде келіп бағдарлама басқа форматта өтетін болады. Басқа форматта. Тек қана перчатка шлеммен бола ма? Перчатка шлеммен. Ол кезде перчатка шлеммен отырамын осы жерде ше. Шлем кимеген адам ғой, шлеммен отырып. Айдос емес, сіздер ұрасыздар мен десем да. Сол себепті қалжың ғой. 10 000 лайк басыңыздар, мен қайтадан келем, формат мүлдем бөлек болады. Мінекей, бізбенен бірге осы бағдарламаны тамашалаңыздар. Мен сіздерге тілейтінім тек қана өзімнің тарапынан сәттілік. Мінекей, жазып тұрыңыздар. Мінекей, қымбат достар. Бәрі келді.